алады. Өте дұрыс айтасың. Яғни қышқылдармен жұмыс істеген кезде ең бірінші қолғап, көзілдірік және халат киеді екенбіз. Егер теріні қышқылмен күйдіріп алатын болсақ, суық сумен жуып және алғашқы медициналық көмек көрсету керек екен. Жарайсың. Сендерге қазір тақта көрініп тұр ма? Олай болатын болса, бүгінгі біздің жаңа тақырыбымыз, сол қышқылдар тақырыбын жалғастырамыз. Бүгінгі жаңа тақырыбы сұйытылған қышқылдардың металдармен әрекеттесуі. Және номер 9-шы, 10-шы зертханалық жұмыстар. Қазір енді бізде онлайн болуына байланысты біз бұл жұмыстарды енді қолмен жасамаймыз, тек қана видеомен көріп, сол арқылы талдайтын боламыз. Бүгінгі жаңа тақырыпқа тоқталатын болсақ, қышқылдардың негізгі 3 қасиеттері белгілі. Бірінші, металдармен әрекеттесуі, екінші, сілтілермен әрекеттесуі, және үшіншісі, карбонаттармен әрекеттесуі. Бірақ бүгінгі сабақтың біз тек қана қышқылдардың бірінші қасиетті металдармен әрекеттесуін қарастырамыз. Яғни кез келген металл қышқылмен әрекеттесе ме, жоқ па деген сұрақ туындауы мүмкін. Өйткені қазіргі кезде біз металдардың адам өмірінде әртүрлі өндіріс орындарында болсын, күнделікті өмірде болсын, оларды қолданамыз. Сол себепті олардың қышқылдармен бүліне ма, жоқ па деген сұрақтарға жауап беру үшін ең алдыменен қышқылдар мен металдар әрекеттескен кезде нелер түзіледі, соған назар аударайық. Металл қышқылдармен әрекеттеседі, нәтижесінде бізде тұз және сутегі түзіледі. Бұл металдардың қышқылдармен әрекеттесуінің жалпы теңдеуі осылай жазылады. Енді қазір мен осыған бір мысал келтірейін. Мысалға, натрий бізде тұз қышқылымен әрекеттеседі. Нәтижесінде мына тұрған натрий сутектің орнына келсе, ал мына тұрған сутек жеке өзі бөлініп шығады. Немесе натрийдің орнына деп айтсақ болады, өйткені біз натрийді егер пластинкалық күйінде алсақ, сутек бөлініп ығысып шығады. Сутекті біз былай белгілей салайық, бұл бөлініп шығады. Сол кезде натрий мына сутектің орнына келіп орналасады. Сол кезде бізде натрий хлор және H. Мен мына жазғаным дұрыс па, қате ма? Қате. Не себепті? Өйткені сутек молекула кезінде болу керек, атом емес. Мына жерде біз сутектің атом күйін жаздық, сондықтан бұл дұрыс емес. Яғни бөлінген сутектер екі атомы бірігіп молекула күйіне көшеді. Өте дұрыс. Енді теңестірсек, қалай теңестіреміз? Хлордың алдына 2 қоямыз. Натрий хлордың алдына 2 қою керек. Сол кезде натрийдің саны мына жерде нешеу болды? 2. Ал мына жерде? 1. Сондықтан алдына 2 қоямыз. Яғни бізде бұл кезде сұйытылған қышқылдар. Естеріңде болса, біз қышқылдарды олардың құрамындағы сутек санына байланысты валенттіліктері әртүрлі болады деп айтқанбыз. Мысалға, мынада бір сутек болғаны үшін бұлардың валенттіліктері бір бола алады деп айтсақ болады. Ал егер оның құрамында 2 сутек болса, бұл уже бізде 2 валентті болады. Ал егер құрамында 3 сутек болса, яғни формуланы құрастырған кезде осы сутектің санын ескеретін боламыз. Ал енді осы жерде мынандай сұрақ туындайды. Периодтық кестеде орналасқан 90 металдың барлығы бірдей қышқылдармен реакцияға түсе ме? Түссе, барлығында бірдей реакция шабытты жүре ме, жоқ па деген сұрақ туындаған. Яғни олардың барлығы қышқылдармен бірдей реакцияға түсе алмайды. Бұны өте ұзақ уақыт бойы орыс ғалымы Бекетов металдарды зерттеп, келесіндей металдардың қатарын түзген болатын. Калий, натрий, магний, алюминий, мырыш, темір, никель, қалайы, қорғасын, сутек, мыс, сынап, күміс, платина және алтын.
Яғни енді осыған байланысты Бекетов қатары бізге нені береді? Солған қысқаша тоқталсақ. Бекетов қатарынан шығатын салдар бойынша бірінші былай айтсақ болады. Калийдан магнийға дейінгі элементтер сумен және қышқылдармен өте шабытты әрекеттеседі. Өте шабытты. Себебі бұлардың белсенділігі жоғары, ал алюминийден сутекке дейінгілердің белсенділігі орташа болады. Өйткені олар калий, натрий, магнийге қарағанда белсенділіктері төменірек болғандықтан мына жерде сутегі аз мөлшерде шығады. Ал сутегінен кейінгі тұрған элементтер қышқылдармен және сумен әрекеттеспейді. Себебі Бекетов қатары бойынша кез келген элемент өзінен кейін тұрған элементті ығыстырып шығара алады. Мысалыға біз мына жерде қорғасын менен сутекті қарастырсақ, сутегіміз міне тұр, қорғасын міне тұр. Яғни қорғасын өзінен кейінгі тұрған сутегін ығыстырып шығара алады. Ал сутегімен мысалға біз күмісті салыстыратын болсақ, сутегіміз міне тұр, күміс міне тұр. Яғни ол өзінің алдында тұрған элементті ығыстырып шығара алмайды. Яғни Бекетов қатарынан осы салдарлар шығады. Бастапқы бірінші А және екінші А тобының металдары өте шабытты әрекеттеседі. Ортасындағы металдарымыз орташа әрекеттеседі. Сутектен кейінгі тұрған 5 элементіміз қышқылдармен және сумен әрекеттеспейді. Яғни металдардың белсенділігі мынау солдан оңға қарай азаяды. Солдан оңға қарай металл белсенділігі азаяды. Сутектен кейін тұрған элементтер сутегіні ығыстыра алмайды. Және ең үшіншісіне айтсақ болады. Бірінші А және екінші А тобы металдары шабытты әрекеттеседі. Енді бүгінгі тақырып біз именно қышқылдар болғаннан кейін біз суды да есепке алуымыз керек. Өйткені қышқылдар мен судың да негізгі құрамында сутек болғандықтан кей кезде олардың сутегін ығыстырып шығаруы ұқсас болады. Қазір бір минут. Енді осы айтылғандардың барлығын тәжірибе жүзінде қалай дәлелдеуге болады? Енді қазір біз тәжірибе көрейік. Сол арқылы менің айтқандарымның енді сөзбен емес, іс жүзінде, тәжірибе жүзінде көретін боласыңдар. Металдардың Дауыс естілді ме? Қазір мен тоқтаттым. қышқылдармен қалай әрекеттесетінін тексеру үшін бізге келесі заттар қажет. Магний жоңғасы, мырыш кесектері, мыс жоңғасы. Тұз қышқылының ертіндісі, күкірт қышқылының ертіндісі. Сынауықтар, қысқыштар, қалақша қасық, ағаш таяқша. Алдымен магний жоңғасын, мырыш кесектерін, мыс жоңғасын сынауықтарға саламыз. Тұз қышқылы ертіндісінің аздаған мөлшерін сынауықтарға құямыз. Магний тұз қышқылмен белсенді әрекеттесіп, реакция нәтижесінде газ түзіледі. Мырышта тұз қышқылмен әрекеттесіп, газ түзеді. Бірақ магниймен салыстырғанда реакция қарқынды өтпейді. Мыс салынған сынауықта ешқандай реакция байқалмайды. Бұл жағдайда реакция жүрмейді. Бастапқы екі сынауықта түзілген газды анықтау үшін біз жанып тұрған ағаш таяқшаны сынауықтарға апарамыз. Сол кезде пайда болатын поп дыбысы сынауықтарда сутек бар екенін дәлелдейді. Үшінші сынауыққа жанып тұрған таяқшаны апарғанда
ешқандай дыбыстың шықпауы реакцияның жүрмегенін көрсетеді. Тұз қышқылы металдармен әрекеттескенде тұз және сутек түзіледі. Ал енді металдардың құрамында Яғни мына жерден көріп тұрсыңдар, кез келген жаңағы сутекке дейін орналасқан металдар сұйытылған қышқылдармен әрекеттескен кезде тұз және сутек бөлінеді. Сутектің тазалығы не себепті тексеріліп жатыр? Себебі кәсіпорындарда өте көп мөлшерде сутегі қолданылады. Жаңа таза сутек болған кезде поп деген дауыс естісіңдер, немесе пах деген дауыс естіледі. Бұл таза сутектің жиналғандығын білдіреді. Ал егер оның құрамында оттек немесе ауа болғанда, бізде сол жерде қопарылыс беріп, жаңағы пробирканы сындырып жіберу мүмкін еді. Ал енді зауыт фабрикаларда өте көп мөлшерде қолданылғандықтан сутектің тазалығын тексеріп тұрған өте жақсы болады. оттек бар қышқылдармен қалай әрекеттесетінін бақылайық. Біздің жағдайымызда күкірт қышқылымен реакциясын қарастырайық. Күкірт қышқылын магний және мырышы бар бастапқы екі сынауыққа қосқанда реакция жүретіні байқалады. Екі жағдайда да реакция нәтижесінде түзілетін заттардың біреуі. Яғни мына жерге қарасаңдар, магний бар сынауықта сутектің бөлініп жатқан қарқынды бөлініп жатыр. Ал мырышта газ быжылдап сәл жай бөлініп жатыр. Яғни бұл металдардың жаңағы айтқан Бекетов қатарында белсенділігіне де байланысты. Бастапқы тұрған металдарымыз өте белсенді шабытты әрекеттесіп, көп мөлшерде сутек бөлсе, мырышта әрекеттеседі, тек қана реакцияның жүру уақыты әртүрлі болуы мүмкін. Мысалға, магнийда реакция тез бітсе, мырышта ұзақ жүреді. Себебі өйткені жаңа қышқылдарымыз аз мөлшерде бөлініп жатыр. Сутек болады. Бірінші тәжірибедегідей күкірт қышқылын мыс жоңқалары салынған сынауыққа қосқанда ешқандай реакция байқалмайды. Аталған металдардың күкірт қышқылымен әрекеттесуінің химиялық теңдеулерін мынадай түрде жазуға болады. Қорытындылай келе, жаңағы бұдан алдыңғы тұз қышқылы және мынау күкірт қышқылын салыстыратын болсақ, жаңағы бағана басында Санжар айтып кетті, оттекті және оттексіз қышқылдар. Ашқылорымыз оттексіз, мынауымыз оттекті қышқыл. Яғни бұл жерде де тұз бен сутек. Яғни бірі мен екіншісінің ешқандай айырмашылығы жоқ. магний мен мырыштың тұз және күкірт қышқылымен әрекеттесетінін байқадық. Реакция нәтижесінде түзілетін заттардың біреуі сутек болады. Міне сендер көріп тұрсыңдар, мына үшінші тұрған бұл мыс. Сутектен кейінгі тұрған жаңағы 5 элемент мыс, сынап, күміс, платина, алтын. Реакция нәтижесінде мүлде реакцияға түспейді. Ал алюминийден қорғасынға дейінгі металдарымыз міне әрекеттесіп жатыр. Бірінші сурет пен екінші суретті салыстырсаңдар, мына бірінші суретте көп мөлшерде газдың бөлініп жатқандығын, яғни реакция шабытты жүріп жатқанын, ал екіншісінде реакция баяу жүріп жатқандығын көре аламыз. Алайда мыс екі қышқылдың екеуімен де реакцияға түспейді. Яғни металдарды олардың белсенділігі бойынша жүктеуге болады. Металл белсенділігінің бір белгісі оның қышқыл ерітінділерінен сутекті ығыстыра алуы. Байқағанымыздай, магний мен мырыштың белсенділігі сутектің белсенділігінен едәуір үлкен. Олар қышқыл ерітінділерден сутекті ығыстырады. Ал мыстың белсенділігі сутектен төмен. Сондықтан ол қышқыл ерітінділерден сутекті ығыстыра алмайды. Жақсы, видеоны көріп болдық. Енді кімде қандай сұрақ бар? Осы тақырып бойынша Бекетов қатарындағы металдарды қышқылдармен әрекеттестіре аламыз ба бұдан кейін? Немесе түсінбей қалған жерлер болса, сұрақ болса сұрағыңдар. Жоқ. Санжарда сұрақ жоқ. Жақсы. Онда қазір қаншалықты түсінгендеріңді келесі тапсырма арқылы көрейік. Яғни сендер кітаптарыңда 67-ші келесі есептерде қолдансаңдар болады. Яғни мына бірінші тапсырма
жаңағы тәжірибеге ұқсас, ол жерде енді 3 затты зерттеген болсақ, енді мына жерде 4 зат. Магний, мырыш, темір және мыс бар сынауыққа сұйытылған тұз қышқылын қосты. Қай сынауықта сутек белсенді бөлінеді және неге? Магнийда және мырышта, өйткені олар Бекетов қатары бойынша алдында тұрады. Ал мыста ештеңке жүрмейді, өйткені ол сутектен кейін Бекетов қатары бойынша, значит, ол әрекеттеспейді. Ал темір мен? Темір мырыштан кішкене кішірек, сондықтан ол мырыштан тоже кішірек не істейді, әрекеттеседі. Орташа әрекеттеседі темірмен. Яғни сонда ең шабытты бізде магний әрекеттеседі екен. Мырыш пен темір екеуі қатар орналасқандықтан олардың бөлу белсенділіктері, бірақ мырышта темірге қарағанда жоғары екен. Санжар, жарайсың. Яғни бұл бірінші тапсырма тек қана ауызша болатын. Енді келесі есептерде мынаны байқап көрейік. Келесі есеп бұл зерттеуге арналған тапсырмалар. Яғни тапсырманың мәтінімен таныс болайық. Қазақтың ежелгі ұлттық әшекейлері күмістен жасалынған. Қазіргі заманда күміспен қосса мельхиор, никель мен мыстың құймасы, кейде темір менен марганец қоспалары қолданылады. Мельхиордан жасалған әшекейлердің күмістен жасалғандардан қандай кемшілігі бар? Мельхиордан жасалынған әшекейді тұз қышқылының ерітіндісіне салғанда қандай өзгеріске ұшырайды? Мүмкін болатын реакцияны сөзбен жазылатын теңдеуін құр. Яғни бұған берілетін уақыт 6 минут, 9:15-те бітіруіміз қажет. 9:15-ке дейін маған WhatsApp-қа немесе Teams-қа жіберіңдер. Уақыт кетті. Әркім өзі орындайды тапсырманы.
3 минут уақыт қалды. Біткендерің болса, WhatsApp-қа жібере берсеңдер болады, немесе Teams-қа. Реакцияларды тек сөзбен жазсаңдар болады, формуламен жазудың қажеті жоқ. Жазып теңестірмей қойсаңдар да болады, тек сөзбен жазсаңдар жеткілікті. Ағы жер қойдым. Санжардан келді, Шынардан келді. Қалғандарымызды жіберейік. Болды, осы жерге дейін жасаған жұмыстарыңды тоқтатамыз. Маған суретке түсіріп жіберіңдер. Барлықтарың. 1 минут уақыт. Оған дейін мен тақтаға Санжардың жасаған жұмысын шығарайын. Енді мен Санжардың жұмысын тақтада тексерем, қалғандарымыз өзіміз тексереміз. Енді тақтаға назар аударайық. Бірінші, егер оны суға салса, жасылдау түс алады дейді. Қазіргі кезде бізде таза заттардан гөрі осындай қоспаларды қолдану кең көлемде орын алып жатыр. Яғни бұл жерде бір жағынан бұл да жартылай дұрыс жауап деп есептеуге болады, жартылай ғана. Бірақ шын мәнінде екеуінің де түсі сары болғандықтан қоспадан жасалынған заттардың түсі тез кетіп қалады. Мысалға, күмістен жасалынған заттарды жүздеген мыңдаған жыл пайдалана алсаңдар, мельхиордан жасалынған заттарды ары барса 10-15 жылға жетпейді. Ең ұзағы 2-3 жыл. 10-15 жылдан кейін ол адам танымастай өзгереді. 2 жылдан кейін уже олардың сап-сары түстері жойыла бастайды да, 10 жылдан кейін олардың сары түстерінен ештеңе қалмай қалады. Яғни ол
күміс сияқты сары болғанмен ұзақ уақыт сақталынбайды. Яғни түсі тез өзгереді. Екіншісі, тұз ерітіндісінде қандай өзгеріске ұшырайды? Түсі өзгереді, иә. Яғни реакцияға түседі, түсі өзгереді. Енді мүмкін болатын реакция сөзбен жазылатын теңдеуін құр дейді. Мельхиор плюс тұз қышқылы, мельхиор қышқылы және сутек. Мына жерде қышқыл емес, тұз пайда болады және сутек бөлінеді. Енді бұның құрамында жаңа айтты ғой, қандай заттар бар деді? Мыс, темір, марганец және никель болуы мүмкін деді. Енді бұлардың қайсысы тұз қышқылмен әрекеттеседі? Жаңа Бекетов қатарына қарап айтыңдаршы. Темір. Никель. Темір әрекеттеседі. Яғни темір. Никель әрекеттеседі. Марганец әрекеттеседі ме, жоқ па? Марганец. Қазір мына жерді көрейік. Мына жерде марганец көрсетілмепті. Марганец бұл никельден кейін орналасқан, сондықтан марганецті әрекеттеседі. Сонда оның құрамында тек қана мыс әрекеттеспейді, қалғандары әрекеттеседі. Бізге ең маңыздысы болғаны бұл сутектің бөлінгендігін көрсету. Сондықтан Санжарда 3 сұрақтың енді екеуі дұрыс деп қабылдайық, мына біріншісін дұрыс емес деп қабылдаймыз. Басқаларында Аделияда екеуі дұрыс, соңғысы дұрыс емес. Шынарда тоже екеуі дұрыс, соңғысы сәл дұрыс емес. Айсанада да екеуі дұрыс, біреуі дұрыс емес. Енді ары қарай. Мынау бойынша осы жерге дейін кімде қандай сұрақ бар? Ағайынға айтайындығымда А сұрағындашы мельхиор неші серебрат күмісші суға салса ол түсін өзгертпейді деді да, анаяқта типа. Ал мельхиор жасылдау түсті приобретать етеді деп айтқанда сол. Содан жазған ғой солай. Хорошо, я соны жартылай дұрыс деп қабылдап жатырмыз. Енді бұл жерде кемшілік, оны біз суға салғанда жасылдау түс болу, оның айырмашылықтары. Ал бұл жерде кемшілігі мельхиордан жасалынған заттар түстерін тез жоғалтады. Негізгі жауабы сол болады. Ал енді суға салғанда түсінің өзгеруі ол уже басқа. Ол айырмашылық болады. Енді соңғы тапсырма бүгінгі сабаққа. Металдардың қышқылдармен әрекеттесуін көрсететін сөзбен және таңбалармен жазылатын реакция теңдеулерін толықтыр. Мысалға натрий, мына жерге жаңа сөзбен толықтырамыз, астына формуламен реакцияны жазамыз. Қазір 9-дан 20 кетті, 9:26-ға дейін 6 минут уақыттарың бар. Осы тапсырманы әркім жеке орындайды және маған WhatsApp-қа түсіріп жібереді. Уақыт кетті. Мен оған дейін жаңа жіберген тапсырмаларын тексере берейін.
Бізде 3 минут уақыт қалды, тездетейік. Ағай, мен бітірдім, қазір жіберемін. 2 минут уақытымыз бар. Қалғандарымызды аяқтауға тырысайық. Уақыт болды, жібереміз. Санжар жіберді, Шынар жіберді. Айсана жіберді. Қалғандарымыз жіберейік, тезірек. Жақсы, сол жерден тоқтатамыз. Енді тексерейік. Мына жерге натрийдің қасына не қоям? Мына жерде хлорид болғаннан кейін, значит, мына жерде не болады? Тұз қышқылы. Қышқылы. Тұз қышқылы. Натрий хлориді мына жерде не бөлінеді? Сутек. Жарайсыңдар. Сонда формуласын бағаны жазып кеттік. 2 натрий плюс 2H хлор, 2 натрий хлор плюс сутек. Жарайсыңдар. Одан кейін кальций және күкірт қышқылы. Мына жерде не бөлінеді? Кальций сульфаты плюс сутек. Кальций сульфат. Кальций сульфат және сутек. Оның формуласы. Кальций плюс H2S4, кальций S4 плюс H2. Мыс пен тұз қышқылы? Әрекеттеспейді. Әрекеттеспейді, иә, дұрыс. Мынау әрекеттеспейді. Енді қазір жібергендер бойынша, бүгінгі сабақ бойынша егер түсінген болсаңдар, мынау қол көтерсеңдер, ал егер қандай да сұрақ болатын болса, қол көтермеңдер. Түсінгендер қол көтереміз, ал түсінбегендер қол көтермесеңдер болады. Соған қарап, кім түсінді, кім түсінбеді, ажыратып аламыз. Егер сабақ толық түсінік болса, көтереміз. Егер қандай да сұрақ бар болса, қол көтермесек болады. Қазір мен жіберген жұмыстарымды тексере отырып, бүгінгі сабақ бойынша, формативті бағалау бойынша орындаған тапсырмалар сабақта белсенділікке байланысты Санжарға 10 балл, Аделияға 9 балл,
Айнам көзге 8 балл, Әсел Исетай 6 балл, Шынар бізде жаңа бір есебі қате болды, 8 балл, Айсана ол қатысып отыр, 9 балл, Алуа 9 балл, Фарида 7 балл, Аружан 6 балл. Ал бүгін бізде сабақта белсенділігі бойынша төменірек болған Адия, өйткені онда тапсырмаларында көп қателіктер бар, және Іңкәр, Валихан үшеуіне 5 балл. Қалғандардың жасаған жұмыстары бойынша баға қойылды. Олай болса, бүгінгі сабағымызды біз осымен аяқтаймыз. Үйге тапсырма. Қышқылдардың қолданылуы туралы қысқаша конспект жасау. Яғни бізде ең көп қолданылатын тұз қышқылы және күкірт қышқылы екеуі бойынша не жүргіземіз? Қалай қолданылады? Олай болса, бүгінгі сабағымыз бітті. Сау болыңдар. Так, құрметті әріптестер, Сұнатыл ағай, бір 3 минутқа қала тұрыңыздаршы, мұғалімдер тез кері байланыс беріп жіберейік талдау. 5 минут хотя бы. Оқушылар шыға беріңдер. Аха, жақсы болды. Сау болыңыздар. Сау болыңыз. Сау болыңыздар. Так, Уәлихан шыға ғой. Уәлихан Сүлеймен сабақтан шығамыз. Бір оқушы қалықтап отыр. Оның кісал жаңа интернет дұрысталмай Болды, иә? Жақсы, Сұнатыл ағай, рахмет. Енді қазір келесі сұрақтар Асхат Алимов ағайымыз кіре алмай отыр екен. Қазір что-то Teams'де бар дейді, бірақ жаңа саған кіре алмады, записыңды жібереміз, запис сұрап отыр. Енді тез айтып жіберейік. Біз енді көп мұғалімдер қатысып отыр екен. Әрқайсыңыз бір минуттан ба, енді секунд болса да өз ойларыңызды айтып жіберіңіздер. Кім бастайсыздар? Мәди ағай ма? Тыңдайық. Саламатсыздар ма? Сұнатыл ағай, сабақ жақсы өтті, рахмет. Bir сұрай салайын дегенім, көбіне кімдер Санжар мен Шынар солар сөйлеп жатты, сөйлемеген оқушыларға қалай баға қоясыз? Или олар не істейсіз? Оларды негізгі бағалау тапсырмалары бұл жаңағы ауызшадан көре мен көбінесе жазба жұмыстарына да көңіл бөлдім. Енді олар жаңағы бізде WhatsApp-қа және неге Teams-қа жібереді. Қазір мен сіздерге көрсете салайын жіберіп жатқан жұмыстарын скриншотпен мына жерден қосып. Қазір сіздерге WhatsApp көрінді ғой, иә? Иә, түгел жіберді ма? Негізі? Иә, міне, Аделия жіберді, Айсана жіберді, Шынар, Санжар, Алуа жіберіп жатыр, және қалған оқушыларымыз Teams-қа жіберді. Жақсы екен. WhatsApp-тары бар, міне, жаңа тапсырмалары бойынша Аделияны күтір, міне, Айсананы күтір. Басында бір жер қате болып, ұялғаннан өшіріп қойды ол. Міне, Шынарды күтір, міне, Санжарды күтір. Яғни осы жасалынған жұмыстары бойынша негізгі баға соған. Ал енді ауызша тапсырма бізде бірнеше 2 ғана тапсырма болды, сондықтан 2 ғана оқушыны сұрап үлгердім. Ал үйге тапсырма бұл жаңа формативті бағалауда менде қатты әсер етпейді. Мен өйткені оны ескермеймін. Көп ескермеймін, то есть. Ескерем жаңа 1 балл максимум. Мысалға, Санжар барлығында сұрақтарға жауап берген үшін сол ғана 10 балл алды. Өйткені бағанағы бір сұраққа тек сол ғана жауап берді. Ал қалғандарында қателік болғандықтан 9 балл, 8 балл, 7 балл, 5 балл деп қою себебі сол. Не жақсы өтті, ені жақсарту керек. 2 сұрақ бойынша ғана сөйлесіп. Так, құрметті әріптестер, уақыт өтіп барады. Не жақсы өтті, нені жақсартуға болар, сондай ұсынымға айтыңыздаршы. Так, химиктерден Қарлыға, Тәңірберген, сіздер не айтасыздар? Сіздердің пәндеріңізге жақын ғой. Мен бір ауыз айтып кетейін. Сұнатұла сәлеметсіздер ме әріптестер? Сұнатұла сабағыңыз өте ұнады. Бір айтайын дегенім, сіздің өмірде қолданылу жағына өте көп маңызды мән береді екенсіз. Балаларға көбірек түсінікті болды деп ойлаймын. Өйткені білімді тек қана формуланы жаңа сухой бермей, жаңағы өмірде қандай өзгешеліктер болады, қандай қолданылулар болады. Сол туралы көбірек айттыңыз, сол маған көбірек ұнады.
Қандай Рахмет. ұсынысыңыз бар? рахмет. Қандай ұсынысыңыз бар, Қарлығаш апай? Ұсынысыңыз бар ма? Менің ұсынысым жаңа соңына қарай сабақ аяқталған кезде балаларда кері байланыс бергенде маған осы жер ұнады, солай істеді деп сол керемет болар еді деп ойлаймын. Қалған жағының бәрі ұнады. Жақсы, Тәңірбек ағай, Қарлыға, сіздер не айтасыздар? Соны аяқтайық, ана сабаққа кіруіміз керек қазір. Тренер ғой, шоу, құрамай жатырмыз. Бар екен. Саламатсыздар ма? Аха. Жалпы сабақ жақсы өтті. Енді мен киік болғандықтан кішкене жаңағы бір жерін айтайын деген уақытқа байланысты. Екі жерде 6 минуттан уақыт бердім ғой Сунатулла. Сол кішкене ұзақ болып кеткен сияқты, өйткені көбінесе жаңағыдай оқушылармен жұмыс жасап, оқушыларды сөйлеткен дұрыс болар еді деп ойладым мен өзім. Өйткені 6 минут үнсіздік болып қалды да 2 рет. Былай қарасаң 12 минут үнсіздік болды. Сондықтан енді ол жерде оқушылар тапсырма жасап жатты, бірақ бір жағынан сол моментте бір басқаша бір нені ұйымдастыру керек сияқты болып көрінді маған. Оқушыларды кішкене сөйлету керек сияқты. Енді онлайн форматта. Жақсы, ұсынысыңызға рахмет. Алған сабақтың құрылымы барлығы жақсы өтті деп ойлаймын. Енді мен осы жерге қысқаша айтып кетсем, өйткені бүгінгі олардың ауызша сөйлегеннен көре анау формуланы, реакцияны құрастыра алу маңызды болды да, бұл сабақта сол себепті мен сөйлетуді азырақ қолданған себебім сол. Өйткені жаңа тақырыпта қаншалықты түсінген ол ауызша айтқаннан көре іс жүзде дәлелдеу керек болды. Өйткені бұл естественно, яғни жаратылыстану пәні болғаннан көре мен енді негізгі принципі бойынша сөйлетуден көре есеп шығару жағына көбірек көңіл бөлетінім сол. Енді бір жағынан дұрыс емес болуы да мүмкін, бірақ негізгі принцип мен сабақ құрылымын солай жасаймын. Жақсы, Сунатулла ағай, енді уақытымыз өте тығыз. Енді сіз сабақ жоспарыңыз бар ғой, соңында әркім сабақ жоспарының соңында жаңағыдай ең соңындағы рефлексия бар ғой. Сол рефлексияға енді бүгінгі өзің сабағыңызда екі қандай жаңағыдай тиімді сәтті сол жер болды. Қай жағы соны жақсарту керек, келесі сабақта не істейсіз? Сонда толықтырып жазып берсеңіздер. Өйткені бұл сабақтан кейінгі рефлексия ол обязательно керек, чтобы будущем келесі сабақтарға мақсат қою үшін. Ол бәрімізде жаңартылған білім мазмұны бойынша соңында бар. Басқа әріптестерде естеріңізде болсын. Енді келесі сабаққа дайындалып кірейік. Жақсы, рахмет. Сунатулла ағай, записіңізді жібересіз ғой, Асхат Алимовке жіберейік. Хорошо, жақсы сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар, рахмет. Жақсы сау болыңыздар.